Мұғалімдерге арналған тренинг. Тақырыбы әлемді оң көрейік. Мақсаты мұғалімдердің психикалық көңіл-күйлерін көтеру, шығармашылық қабілеттерін бағалай білу, өздеріне құрметпен қарау, дұрыс қарым-қатынас орната білу. Жоспар өзгеше сәлемдесіп танысу. Әдістеме мен мінезім, мен үйде және мен жұмыста жаттығуы, тиімді қарым-қатынас орнату жаттығуы, ыстық картоп жаттығуы және қорытынды күн шуағы жаттығуы. Тренинг барысы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өткізілетін психологиялық тренингке қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің психикалық көңіл-күйлеріңізді көтеруге, өз бойларыңыздағы шығармашылық қабілеттеріңізді бағалай білуге, өз-өзіңізге құрметпен қарауға, бір-бірімізбен сыйластық қарым-қатынаста болуға арналған тренингке ұйымшылдықпен қатысуға шақырамын. Топтағы қағида: белсенділікті арттыру, бірігіп жұмыс істеу, бір-біріңе кедергі келтірмеу, өз ойыңды ашық айта білуге үйрену, өзіңе пайдалы нәрсені алу, әріптестермен жақсы қарым-қатынаста болу, өзін еркін ұстауға үйрену. Таныс болайық жаттығуы мақсаты: өзін өзгеше таныстыру, айналасындағылармен бірлесіп жұмыс жасауға оң бағытталу. Әдістеме менің мінезім. Мақсаты: өзіне деген сенімділігін, өзіне тануға қабілеттерін анықтау. Әрбір қатысушы білезіктей шеңбер сызып, оны төртке бөледі. Әр бөлікке төмендегі жануарларды, аң-құс аттарын жазып шығады. Соңында үйде, жұмыста, жолдастардың арасында өзіндік баға деп бөлінген бөліктерге жазылған жануарлар, құстар адамның сол бөлікке қатысты мінездемелерімен танысады. Жауабын көрсетсеңіздер болады. Мен үйде және мен жұмыста жаттығуға. Қазір сіздер парақты екі бағанға бөліңіздер. Бірінші бағанаға мен үйде деп, ал екінші бағанаға мен жұмыста деп жазыңыздар. Осы екі бағанағы сол жердегі мінез-құлықтарыңыз бен жүріс-тұрыстарыңызды жазыңыздар. Талқылау: осы жағдайлардағы мінез-құлықтарыңыз бен жүріс-тұрыстарыңыздың ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы қорытынды жасаңыз. Қай бағананы толтырған оңай соқты, қай бағана көптеу болды, не себепті айырмашылықтар болады, бұл бағанағы жағдайлар сәйкес келу керек пе, неге? Ыстық картоп ойыны. Мақсаты: қатысушылардың көңіл-күйлерін көтеру. Қатысушылар шеңбер болып тұрады. Алдын ала дайындалған сұрақтар қағазға жазылып, дөңгелек пішінді умаждап, ыстық картоп дайындаймыз. Қарқынды әуен қосылады да қатысушылар ыстық картопты жылдам бір-біріне береді. Әуен тоқтатылған кезде ыстық картоп кімнің қолында болады, сол адам тез қағазды ашып, жазылған сұраққа жылдам жауап беруі тиіс. Сұрақтар: бүгінгі көңіл-күйіңіз, сіздің сүйікті тағамыңыз, сіздің хоббиіңіз, спорттың қай түрін ұнатасыз, қандай киім үлгісін ұнатасыз, жылдың қай мезгілін ұнатасыз, не үшін, қай түсті ұнатасыз, жылдың ең қысқа айы, кактус гүліне ұқсайтын жәндік, сүйікті әніңіз, а дыбысынан басталатын 5 затты атаңыз, кері оқығанда тура мағына беретін адамның дене мүшесі, сізге ұнайтын кино, сүйікті әншіңіз. Күн шуағы жаттығу. Мақсаты: позитивде көңіл-күй орнату. Барысы: әрбір қатысушының алдын ала дайындалған күннің бейнесі дайындалған күннің ішіне және күн сәулесіне қатысушылар бір-біріне ізгі тілектерін жазады. Қорытынды: біздің жаттығуларымыз аяқталуға жақын қалды. Мен сіздердің барлығыңызға қатысқандарыңыз үшін ризамын. Мен сіздермен жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын. Тренингке қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп лайк бас.